Баршаға сәлем достар, сіздермен тағы спорт жаңалықтар видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Жәнібек Әлемханұлының жекпе-жегі белгіленді. Boxing.com орта салмақта WBO және IBF чемпионы Жәнібек Әлемханұлының рингке қашан оралатыны белгілі болды. Бруч боксинг мәліметінше, Жәнібек есепін арнасындағы топ ринг өткізетін бокс кешенінде хедлайнер болу үшін келесі жекпе-жегін наурыз айында өткізеді. Бұл айқас туралы толық ақпарат кейін белгілі болады. WBO бекіткен міндетті қарсыласы британиялық Хамза Шираз жекпе-жектен бас тартқаннан кейін Әлемханұлын өзіне жаңа қарсылас іздеуге мәжбүр. 3 титул үшін айқас. Наурыздағы кездесуден кейін қазақстандық боксшы орта дивизионда WBA титулы үшін кубалық Эрсланда Ларамен немесе 22 ақпанда өзара айқас өткізетін WBS чемпионы доминикалық Карлос Адамеспен Хамза Шираз жекпе-жегінен жеңімпазымен жұдырықтасады. Канело Бивол мен Бетербаевтың салмағында көтерілуі мүмкін. Бокстың мексикалық жұлдызы Саул Канело Альварес, ресейлік Дмитрий Бивол мен Артур Бетербиев арасындағы қарымта жекпе-жек қатысты өз ойын айтты. Боксшылар 22 ақпан Сауд Арабиясының астанасында екінші рет жұдырықтасады. Бұл тағы да өте жақсы айқас болады. Екеуі де тамаша боксшылар. Мені тағы да жартылай ауыр салмақты көре аласыңдар ма? Мүмкін, дейді Канело Фикт Хуб арнасы сұхбатында. Еске салайық, Канело 2022 жыл мамырында жартылай ауыр дивизионда көтеріліп, Биволмен жекпе-жек өткізген. Бұл айқаста ресейлік боксшы төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен болатын. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Достар, сіздер үшін әрекет етіп тұрмыз, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірінші қазақ аудиториясы көрсін деген үміттеміз. Баршаға рахмет, сау боласыздар.